бар жоғы көріп 5 километрде тұрса, халық болмайтын жерде қиналып тұр ғой. Неге бұндаймыз? Адамзат, тағы да айтарым, малы егін малына жан ашиды, ит егін итіне жан ашиды. Неге бұндай болып отырмыз? Ақыр атқан нелер көрсін. Қарып тоқтап бір марта адамдарға қарасын. Осы қариялар өз қолдарымен жол салды. Дегенмен қолдарынан келмей жатыр. Жәрдем беретіндер қайда екен? Қайда қарап отыр? Бір марта жан ашса қайда екен? Мен өзім үшін қиналмаймын. Депутаттарға сайлау жасадық. Не үшін біз ол бәрінен бір жақсы іс келеді деп жасадық бәріміз. Нұр Отанға да партиясына қата партиясына. Нұр Отан партиясына да бердік дауысты. Әрқайсысына бердік. Енді отырды бәрі. Осы не үшін отырды ол орынға? Осы халықтың мұңын тыңдау үшін, осы халықтың жағдайын жасау үшін отырды ғой бәрі. Осы халықтың жағдайын жасап берсін. Біздің билік халықтың мұң-мұқтажын елеп ескермегендіктен, ел адамдары одан да жоғарғы билік өкілдеріне, я болмаса журналистерге жүгінеді. Кішкентай ғана мәселені шулатпай шеше алмайтын басшылары бар халықпыз. Армағайын, дәл қазір біз Алматы облысы Іле ауданында орналасқан Қоянқұс 2 ауылындамыз. Ауыл тұрғындары 6 жылдан бері шешілмей келе жатқан мәселелерін айтып, бізге хабарласқан болатын. Бұл ауылда дәл осындай жыртық жамау 34 көше бар. 34 көшенің бірінде де жол жоқ. Ал мынадай шұрық тесік жолдар, өздеріңіз көріп отырғандай, аяқ киіммен шалбардың соры. 150-ге жуық отбасы тұратын бұл ауылда жолдан бөлек көгілдір отын мен интернет те жоқ екен. Алматының маңында орналасса да жедел жәрдем келмейтін ауылдың жай жапсары мен мәселенің анық-қанығын ашынған халықтың өз аузынан естейік. Мына жолды осы ауыл тұрғындары өз күштерімен салды. Бұл бірақ көктемде, күзде бұл жолмен жүру мүмкін емес. Батпақ оқушылар мектепке бар. Қазір қашықтан оқып жатыр, ал сабақ кезінде бару өте қиын оқушылардың. Сондықтан жол мәселесін сұрап, біз Іле ауданының Байсерке ауылдық округына қараймыз. Соның әкіміне қатап барып, 4-5 адам жиналып барғанбыз. Жолдың адамдарын жібереміз, тексереміз деген. Бірақ 6 айдың жүзі болды, әлі бір хабар жоқ. Сондықтан осы жол мәселесіне көбірек назар аударып, көмек сұраймыз жоғары жақтан. Біз Қоянқұс 2 мекен ауылдық округының тұрғындарымыз. Іле ауданы Байсеркеге қараймыз. Сол кісілерге әкімшілікке айтатын шағымымыз бар. Біздің жол мәселесі, газ мәселесі, сосын мына жол мәселесі айтылып жатыр, газ мәселесі айтылып жатыр. Ендігі айтатынымыз, балалар қазір алшақтан оқиды. Солардың сабақ оқуы өте қиын, онша емес, өйткені интернет жоқ бізде. Тартпайды, Билайн деген жоқ, актив деген әрең тартады, Теле2 мүлде жоқ. Саламатсыздар ма, қазақ елі. Біз қазір 9-11 сыныптар оқимыз. Сол оқығанда жолымыз батпақ, мектепке бәзер барып келеміз. Сол үйде оқығанда сет ұстаған жоқ. Оқуымыз қиын болып жүр. Интернет жоқ. Интернет ұстамайды. Қиналып жүрміз. Ауыл адамдары өкіметтен қайыр болмаған соң өз қаражаттарын шығарып, көшелерге жол төсеген. Бірақ карантин кезінде Талдықорған мен Алматыны жалғап тұрған негізгі жолға блокпост қойылғандықтан, үлкен жүк көліктері ауыл ішімен жүріп, халық төсеген жолды шұрық тесік етті дейді тұрғындар. Жылына бір рет ақша жинаймыз, саламыз, жасаймыз, жолын жасаймыз. Оны бізбен санасып жатқан өкімет жоқ. Жолымызды былтыр жабылған карантиннің себебінен екі ауылдың қоспасын ашып, осы жол ғана қосып тұр деп, осы жермен үлкен жүк көліктерін жүргізген болатын. Мына біз жасаған жолымыздың бәрі негізі мынаның бәрі теп-тегіс. Жасаған жолымыз өзіміздің мәшіне көліктерімізді айдау үшін, кірлемеу үшін жасағанымыз жоқ. Осы жақта тұратын кішкентай өзіміздің бала қарындастарымыз бар, інілеріміз бар, жалғыз басты отбасы аналар бар. Сол кісілердің аяқтары кірлемесін, мектепке дейін жаяу барады. Бәрінің жағдайы жетпейді. Жаяу барған кезде аяқтары балшық болып, үстіндегі киімдер кірлемесін, аяқ киімдер тозбасын деп, сондай көзқараспен өзіміз жиналып жасағанбыз. Бірақ былтырғы карантиннің уақытысында екі ауылдың ортасы, ауылдың шеттеріне блокпост қойылғаннан кейін, сол себептен мына екі ауылды қосып тұрған жол деп, бізді мына жақта дәу үлкен жүк көліктер жүре бастады, трактор бар, жаңағы грузоподъемный үлкен жүк көліктер бар жүріп, мына ауылымыздың жолын бәрін таптап, езгілеп тастады.
скорый түнге қарай күндізге қарай бізде шақырып келу қиын. бір адам отыру керек еді сіздерден шықпай. өтініш сұраймыз, көзқарастарыңызды салып біз жаққа кішкене жол мәселесін, газ мәселесін, мүмкіндік болса садик, балабақшамызда жоқ, Қалаға тиіп ары бері көлікте жүруге қиын, сол мәселені қарастырып берсеңіздер деп сұраймыз. Есть проблема у наших школьников с интернетом. Учиться тоже невозможно, потому что то вообще его нету связи никакой, то не грузится ничего. У меня вот 3 детей, 2 из которых школьники. Очень сложно бывает, потому что ты весь день, большую часть дня делаешь то, что пытаешься найти интернет, чтобы получить задание. Пока не было карантина, ходили в школу, приходилось вот каждый день стирать, потому что ты туда идешь, чуть ли не на руках несешь, чтобы не запачкаться, обратно идешь, приходишь, сразу стираешь. Мені естіп тұрған ел болса, тағы да басқаратын адамдар болса, менің сөзіме құласаңыздар. Мен айтатын сөзім, әрбір адам, әрбір инсан, мал екен малына, ит екен итіне жаны ашиды. Осынша тұрған халқыма кімнің жаны ашиды? Я жол жоқ. Я мына халыққа керекті суы да жоқ керек болса. Бияғы жақын Алматыда Бостыңдың жағасында тұрсақ. Бұл қай мәселе? Тұрған балдарымызға скорый келе алмайды. Газ. Алып шығып атқан машинасы жүре алмайды. Кімдерге дартты айтады, кімдерге өзінің зарын айтады. Мен қара адаммын. Бұл кісілер қара адам. Қара адамға ішінсіміз. Біз балдарымызға жанымыз ашиды. Біз жандарымызға жанымыз ашиды. Адам екенбіз, инсан екенбіз. Бір мата ойланайықшы. Әкімшіліктер келіп бір нәрсе қарап кетсін. Елді көріп кетсін. Жұртты көріп кетсін. Бұл жақсы емес. Бұл жақсылыққа келмейді. Жақсылыққа келетін адам осы жолдарды туыласын. Скорый помощь әкелсін. Халқымыз қиналмасын. Біздің келешегіміз осы жастарымыз, осы балдарымыз ғой. Неге бұны ойламаймыз? Тұрған Алматыда тұрсақ. Осындай жерде жасаса. Осындай қорлық көріп бар. Бияға Ащыбұлақ болса, бияға Греске тіреліп тұрса, бар жоғы көріп 5 километрде тұрса, халық болмайтын жерде қиналып тұр ғой. Неге бұндаймыз? Адамзат, тағы да айтарым, малы еген малына жаны ашиды, ит еген итіне жаны ашиды. Неге бұндай болып отырмыз? Ақыр атқан нелер көрсін. Қарып тоқта бір марта адамдарға қарасын. Осы қариялар өз қолдарымен жол салды. Дегенмен қолдарынан келмей отыр. Жәрдем беретіндер қайда екен? Қайда қарап отыр? Бір марта жаны ашса қайтер екен? Мен өзім үшін қиналмаймын. Бұл кісі өзі үшін қиналмайды. Біз қария болдық. Біз пенсияға шықтық. Неге жаным шығып тұрған? Жас сәби балдар ғой. Ана көтеріп тұрған балдарымызда қанша үміт бар? Қанша жақсылық бар? Бір мата ойланайықшы. Мен айтарым осы. Еш болмаса бір көрейік. Жол керек, жол. Жол мәселесін ойлаңыздар. Халықтың балдардың болашағын жолайық. Мына интернет дейді, олардан да қиналып жатқан балдар. Мен көріп отырып балдарға жаным ашиды. Атаң өзіме бұл кісілерге неғылмаймын. Біз көредіміз. Білетімізді білдік. Неге балдарға жақсылықты тілейік. Балдарға жол ашайық. Халқымыз өркендесін, жасасын. Тағайдасын Қазақстанның өркендей берсін. Өркендеу үшін әрекет қылу керек.